Ноғай тілден дәріслерді үргісті құлықты еңілету бойынша Махачкала қаласында Ноғай дәріслері деп аталған яң кітап ярық көрді. Кітаптың іштелігі түзушілері ақында штатта болман журналист оператор Эмир Өтөбәлиевтің беруінде қараз. Ноғай дәріслері деген методикалық құланма орта мектеплерде ашық дәріслер тыйсылы кепте беруді икон орынды тұтады. Иынтықтың үстінен оның авторлары түзушілері Салимат Майлыбаева, Сания Кошанова 5 жылдың бойында әрекет шеккенлер. Олардың белгілеулерінше бұқылық арқалы олар яс оқытушылармен баленше жыллардың бойында иған сұлыпларымен бөліскілер келділер. Бірінші классқа, ансоң екінші 9-шы классқа Ноғай тілден икон класстарға туған тілден дәріслер кіргіздік. Ондан басқа болып, бізден Ноғайшадан бек методикалық құланмалар аз болғаннан себеп, бірнеше ойынларды кіргіздік. Мұнда интеллектуалық регата 5-11 классларға балаларына, ондан басқа ойлап қараңыз деп, орысшадан көшіріп Ноғай балаларға деп есеттік. Рабет Кокова, Эмир Өтөбәлиев, соңғы хабарлар Дагестан Республикасының Ноғай районынан.